Сәлеметсіздер ме? Сабақтың тақырыбы Маралтай Ыбыраев елбасыма. Оқу мақсаты әлеуметтік қоғамдық тақырыптар аясында айтылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну. Шығарманың идеясы мен мазмұнына байланысты автордың ойын бағалау. Жаңа сөздер. Оқушылар жаңа сөздерді сөздік дәптеріне жазып алады. Мәтіналды жұмыс. Бірінші тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз. Нұрсұлтан Назарбаев туралы жазылған қандай шығармаларды білесіз? Ол шығармаларда тұңғыш президенттің қандай істері айтылған? Нұрсұлтан Назарбаев туралы қандай фильмдер түсірілді? Бұл фильмдерді көрдіңіз бе? Егер оқушы сұрақтарға толық жауап берсе, 1 балл. Екінші тапсырма. Мақал мәтелдерді пайдаланып, сөйлем құраңыз. Ақылды басшы болсаң, адаспассың. Әкімі дұрыс болмаса, жұрт бұзылады. Сауда дұрыс болмаса, нарық бұзылады. Патша залым болса, жұрт тозады. Патша ғалым болса, жұрт озады. Хан шаңырақ, халық уық. Егер оқушы мақал мәтелдердің мағынасын түсіндірсе, 1 балл, мақал мәтелдермен сөйлем құраса, 1 балл. Мәтінмен жұмыс. 3-ші тапсырма. Мәтінді тыңдаңыз. Мәтін бойынша сұрақтар дайындаңыз. Оқушылар берілген сілтеме арқылы мәтінді тыңдайды. Мәтін бойынша сұрақтар дайындай алса, 1 балл. 4-ші тапсырма. Өлеңді мәнерлеп оқыңыз. Өлең кім туралы? Түсінгеніңізді айтыңыз. Егер оқушы өлең туралы түсінгенін айта алса, 1 балл. 5-ші тапсырма. Мәтіндегі қою қаріппен берілген сөздердің мағынасын жазыңыз. Түсіндірме сөздікті kitap.kz сайтын пайдаланыңыз. Оқушылар түсіндірме сөздікпен және сайтпен жұмыс жасайды және өз жұмыстарын ұсынылған жауап нұсқасымен тексереді. Азап. Ауыр бейнет, қиыншылық. Ниет. Ықылас, пейіл, алдын ала болжайтын ой. Жүректің бір істі жасауға бағытталуы. Диірмен, дәнді үгітіп, майдалап ұнға айналдыратын құрал. Жәудіреу, жаудырау, жаутаң-жаутаң ету, көзін сатып, жалынышпен қарау. Құбыла. Мұсылмандардың намаз оқығанда бет қарататын жағы. Дүния. Осы дүниедегі өмір тіршілік. Тұтқа. Бұл өлеңде әр уақыт қолдайтын сенімді адам деген мағынаны білдіреді. Дарын. Адам бойындағы тумысынан асқан талант, ерекше қабілет. Дана. Оқығаны тоқығаны мол, ақылды кемеңгер. Егер оқушы сөздердің мағынасын дұрыс жазса, 1 балл. 6-шы тапсырма. Берілген өлең жолдарын перифраз тәсілімен сөйлемге айналдырып жазыңыз. Оқушылар үлгіні негізге алып, берілген өлең жолдарын перифраз тәсілімен сөйлемге айналдырып жазады. Егер оқушы өлең жолдарын сөйлемге айналдырып жаза алса, 1 балл, сөз таптарының сөйлемде орналасу тәртібін ескерсе, 1 балл. Мәтін соңы жұмыс. 7-ші тапсырма. ПТМС формуласы. Шығарманың идеясы бойынша автор ойына қатысты өз пікіріңізді білдіріңіз. Егер оқушы шығарманың идеясын бір сөйлеммен түсіндірсе, 1 балл, ақпараттарды негізге ала отырып, өз пікірін білдірсе, 1 балл. Кері байланыс.
Сабақтан алған әсеріңізбен бөлісіңіз. Не жақсы өтті, не жақсы өтпеді? Нені өзгерткіңіз келеді? Сізге не қиын болды? Сізге ең пайдалысы не болды? Оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.